Оқырман хаты. Жан құрбымның күйеуімен жасырын жүргеніме 20 жыл болды. Күйеуім жоқ, бірақ сүйгеніммен жасырын өмір сүріп жатқаныма 20 жыл болды. Бір-бірімізді шын сүйеміз. Сол үшін аса бақыттымыз. Бірақ ол құрбымның ерек екені есіме түссе, барлық шаттығым шытынап қоя береді. Иә, менің жан құрбымның күйеуі. Онымен училищеде бір курста оқып, жатақханада бір бөлмеде тұрдық. Өріп қойған қолаң шашы қылтасына түсіп тұратын. Өзі өте өжет қыз еді. Әсіресе гитарамен ән салғанда оның жүзі нұрланып, тіптен сұлуланып кететін. Мұндайда жігіт атаулы да тағы бір ән деп сылтауратып қасынан шықпай қоюшы еді. Ал томаға тұйық мен көптің көзіне түсе бермейтінмін. Дегенімен сөз салған жігіттер болмады емес болды. Бірақ оның ешбірі менің жүрегімді селт еткізе алмады. Нақтысында біреуінен басқасы. Мен онымен дискотека өтетін кафенің барында таныстым. Біз тұратын жатақхананың төмен қабатының бір шетінде кафе бартын. Онда кешкі 8-де жастарға арналған би кеші өтетін. Қыздармен кешкісін сол араға бардық. Бірақ би әлі бастала қоймапты. Кафе бары жиегіне тақалып едім. Оның шетінде қараторы жігіттің отырғанын байқадым. Ұялшақтығымды бөлмедегі қыздар бетіме баса бергеннен кейін өзімді сынап көрейін дедім. Сөйтіп, әлгі жігітті сөзге тартып көрмек болып қасына тақалып, менің есімім Әсем дедім дауыстап. Басында таң қалған ол жігітпен одан кейін емін еркін әңгіме дүкен құрып, бірге би билеп, жақсы араласып кеттік. Мен оған бөлмемнің нөмірін айттым. Сол кездесуімізде ол маған келіп тұратынын айтып қоштасқан. Дегбірім қашып, оны тағатсыздана күте бастадым. Әнемне келіп қалатын сияқты. Ұзын бойлы, қапсағай денелі, қараторы өңді жігіт бейнесі қайта-қайта көз алдыма келе берді. Содан мен оған ғашық болып қалғанымды түсіндім. Ол бір аптадан соң біздің бөлмеге бас сұқты. Келістіде келбетті жігіт бөлмедегі қыздардың есін шығарып жібергендей, барлығы оны сөзге айландырып, ананы мұнаны сұрап жатыр. Бір уақытта оның көзі төсектің бірінің үстінде тұрған гитараға түсті. Мынау кімдікі деп сұрады. Ақыры ол да өзге жігіттер секілді қасымдағы шелектің қыздың арбауына түсті. Ол бөлмемізге келуін жиілете бастады. Маған келіп жүрген секілді ойын ойнады. Бірақ бар көңілі әнші құрбымда. Мені құшақтап әңгіме айтқан болады. Ондағы ойы құрбымның қызғанышын ояту, сөйтіп өзіне деген сүйіспеншілігін арттыру. Ақымақ емеспін ғой, оның барлығын жақсы білемін. Бірақ сезім алдында дәрменсізбін. Сондықтан бұл ойының бір бөлшегі болудан бас тартпадым. Одан үмітімді еш үзгім келмеді. Күндердің күні екеуі қол ұстасып, менің алдыма келді. Бір-бірін сүйіп қалғандарын айтып, менен кешірім сұрады. Бұлай болатынын мен жақсы білдім. Бірақ мұны өз құлағыммен естіп, көзбен көрген бір басқа екен. Кеудені кернеген өкініштен өкіріп жылап қоя бердім. Екі бетімді басып алып сыртқа тұра ұмтылдым. Нақұрыстар, сатқындар деп қайқайлап келемін. Көз алдым қап-қараңғы. Адам қатты ашуланса түк көрмей қалады деген рас екен. Есімді жинасам, үлкен жолдың шетіндегі суағар ішіне түсіп кетіппін. Артымнан өкшелеп жеткен екеуі мені көтеріп алып жатақханаға алып барды. Төсегіме сұлқ түстім. Содан 2-3 күн есімді жинай алмай, елес құсап есеңгіреп жүрдім. Негізі, осымен барлығы аяқталуы тиіс еді. Алайда менің мүшкіл халім оның аянышын туғызған секілді. Сол кезде маған осындай осал сәттерді неге пайдаланбасқа деген ой келді. Не керек, түрлі себеппен оны шақырып алатын болдым. Құрбым ауылға тұрмысқа шығатын жеткізуге кеткен сәтті текке жібермедім. Жалғыз қорқатынымды айтып, оны бөлмеге шақырып алдым. Сол түнді бірге өткіздік. Менің пәк болып шыққаным оны қатты таң қалдырды. Неге таң қалды, кейін білдім. Қасымдағы құрбым ол жағынан жорда екен. Бірақ құрбымның бұл кемшілігі, менің артықшылығым оны тоқтатпады. Олар бас қосып отау құрды. Тойда мен қыз жолдас болдым. Сырықтай ұзын, шетік-шетік сары күйеу жолдас өзінің көңілін білдіргендей болды. Ішім астан кестен шыққан, маған сол сәтте бәрібір еді. Алдыма келген бокалды жібермей сілтей бердім. Ішімді өртеп бара жатқан отты сөндірсе деймін. Бақытымнан айырылған күнді мына сарымен бірге жоқтаймын деп ойлап отырмын. Сөйтсем, әрбір қимылымды қалт жібермей бақылап отырған ол мұның барлығына қарсы болып шықты. Кезекті бір бокалды көтергелі жатқан қолымды қарсы ұстаған қалыңдықтың күйеуі
мені шеткер жаққа алып шықты. Болды, жетер енді дейді. Менің басым бос, енді не істеймін десем өзім білемін деп қоямын. Ашуланып, тістеніп, құлағыма жақындай сөйлеген ол. Сенің басың бос емес, сен меніксің деді. Басында абдырап қалдым, өйткені мұндайды одан күткенім жоқ. Одан кейін тоқтай алмай қарқылдап күле бастадым. Адамның күлкісін келтірмеші дедім. Бірақ бұл арада түк те күлкілі еш нәрсе жоқ. Шындығы солайтын. Мен 12 болғанмын, әлі де 12-мін. Үйленіп жатса да одан бас тартпа ойым жоқ. Содан маған не істеу керек? Оның жауабын ол айтты. Ол маған жиі келіп тұруға уәде етті. Мен оған үнсіз келістім. Одан бері 20 жылға жуық уақыт өтті. Қазір оның жекеменшік клиникасы бар. 2 отбасыны асырауға тапқан табысы артығымен жететін сияқты. Маған қала ортасынан бір бөлмелі үй алып берген. Барлық іс-қимылын бақылауда. Ол сондай қызғаншақ. Бірақ оның көзіне шөп салу менің өңім түгілі түсіме де кірмейді. Бірде Туркияға, тағы бірде Кореяға демалуға бардық. Барлығымыз, яғни оның әйелі, бала-шағасы және мен. Құрбымнан қуыстанып қатты қиналдым. Демалған құрлы болмадым. Ақыры шыдамай жанарға, менен күйеуіңді қызғанбайсың ба? Бір түрлі болып жүрмін, сендерге лесіп алып деп қойдым. Сөйтсем ол күліп, басқасы басқа, бірақ сенен қызғанбаймын деді. Оның талғамындағы қыз келіншектер қатарына мен жатпайды екенмін. Осылайша өз-өзіме келгенім бар. Иә, ол құрбымның баршамен мойындалған ресми күйеуі, ал менің баршадан жасырған махаббатым. Құрбымның 2 ұлы, 1 қызы бар, ал менің 1 қызым бар. Оның тұңғышы институтта оқиды. Менің қызым болса, енді тілі шығып келеді. Ол кейіннен дүниеге келді. Алдында ол келіспегендіктен жүктілігімді үзген кезімде болды. Ақыры өзгеге күйеуге шықпайтынымды сүйгеніммен өмірлік көңіл қосқаныма әбден көзім жеткенде, онымен санаспай-ақ қызымды туып алдым. Өзімнен аумайды. Ол да қызы десе ішкен асын жерге қояды. Оны папа деп қояды. Қызым өскен сайын менен маза қаша бастады. Өйткені құрбымен араласып тұрамыз. Өйткені балаларды қыдыртуға барлығымызды отағасы бірге алып шықты. Ол үйдегілерімен бірге біздікі де оны папалап қояды. Зәрем ұшып кетті. Ер адам көрсе осындай әдеті бар. Барлығын папа деп айта береді деп ақталдым. Ал құрбыма жұмыстағы бір көңілдесімнен өзім үшін туып алдым деп кезінде сыр ақтарғанмын. Ол оған сенді. Тіпті бұл шешімімді қуаттады да. Үйде де сол көңілдесім әперуге көмектесті дегем. Қалай дегенімен де, бұлай жүре берсек күндердің күні 2 үйдің балалары, папалары бір адам екенін біліп қоюы оңай ғой. Сұмдық сонда болады. Осы бір ой соңғы кездері маған маза бермей жүр. Мен өзім үшін емес, қызым үшін алаңмын. Кейде осы қаладан көшіп кетсем бе деймін. Бірақ ол мені жібермейді. Ал өйтпесек, ұзақ жыл сақтаған құпиямыз ашылып қалатын түрі бар. Солай десем, сен бостан босқа алаңдайсың. Осыған дейін де ешкім білмеді. Осыдан кейін де ешкім білмейді. Тек сақ болсақ болған деп қояды. Әрине, оған сенгім келеді. Бірақ қызымның өмірін күл талқанын шыққанын қаламаймын. Мен секілді ол да жасырынбақ ойнап, іштей қиналмаса деймін. Сонда маған қайткен дұрыс, қатты қиналып жүрмін. Мүмкін бұл менің күнәм үшін осы өмірдегі жазған шығар. Оны өтеуге дайынмын. Бірақ қызымның еш жазығы жоқ қой. Ол біздің жалғандығымыздың жапа шекпес екен деймін. Менің басыма жазғанды оған бермесе екен деп тілеймін. Алматы қаласы, Әсем.